1905 жылы Альберт Эйнштейн әлемдегі ең танымал теңдеуді қорытып шығарды. Е тең mc квадрат. Бірақ ол мұны көктен алып жасалған жоқ. Біз өткен жолы айтқандай, бұл оның арнайы салыстырмалық теориясындағы еңбегінің тікелей нәтижесі. Сіз бос кеңістікте еркін жүзіп жүрген мысықты бақылап отырсыз делік. Кенет ол жарық еткізіп, барлық бағытқа жарық шашты. Жарық белгілі бір энергияны алып кетеді. Оны Е дейік. Энергияның сақталу заңы бойынша, мысық Е энергияны жоғалтуы тиіс. Бірақ жарық барлық бағытта симметриялы таралғандықтан, мысықтың жылдамдығы өзгерген жоқ. Сонда жарықтың энергиясы қайдан келді? Бұл мәселені әзірше қоя тұрайық. Енді сіз ғарыш кемесімен ұшып келе жатып, осы экспериментті бақылап отырсыз делік. Бірақ сіздің жаңа көз қарасыңызға сәйкес, сіз кемеңізде қозғалмай отырсыз да, мысық қана терезенің сыртында қозғалып барады. Сіздің есебіңізше, мысық белгілі бір кинетикалық, яғни қозғалыс энергиясына ие. Мысық жарық шашқанын көрген соң, оның энергиясы жарықтың энергиясы есебімен азайғанын байқайсыз. Енді сіз қозғалыста болғандықтан, арнайы салыстырмалық теориясына сәйкес, уақыт сіз бен мысық үшін әртүрлі жылдамдықпен өтеді. Сондықтан сіз басқа жиілікті және сәйкесінше жарық энергиясын басқа мәнін өлшейсіз. Бұл релятивистік Доплер эффекті. Біздің мақсатымыз үшін ол мынаған тең. Жарық энергиясы көбейтілген жақша ішінде бір қосу сіздің жылдамыңыздың квадратының екі еселенген жарық жылдамдығының квадратына қатынасы. Қорытындылай келгенде, сіз бұл жылдамдықпен қозғалып келе жатып, Ке1 кинетикалық энергиясы бар мысықты көресіз. Жарқ еткен сәтте, мысықтың кинетикалық энергиясы Е көбейтілген бір қосу В квадрат бөлінген 2c квадратқа азайғанын көресіз. Екінші жағынан, бұрын сіз мысықтың энергиясы Еге азайғанын күтсеңіз, енді қозғалып келе жатып, оның Ке2 кинетикалық энергияға Е болғанын көресіз. Бірақ бұл еш ақылға сыймайды. Сіз мысыққа тиіспедіңіз, немесе басқаша әсер еткен жоқсыз. Сондықтан жалпы энергия өзгермеу керек. Өрнекті ықшамдасақ, жарқылға дейінгі және кейінгі кинетикалық энергия әртүрлі болуы тиіс екенін көреміз. Кинетикалық энергия жарты массаның жылдамдықтың квадратына көбейтіндісіне тең, бірақ біз жылдамдықтың өзгермегенін білеміз. Сондықтан айырмашылықты компенсациялау үшін жарық шығарған сәтте мысықтың массасы өзгеруі тиіс. Өрнекті қысқартсақ, мысықтың массасының өзгерісі м энергияның c квадратқа қатынаса тең екенін көреміз. Немесе бұрын естігеніңіздей Е тең mc квадрат.